қабылдау және өзіндік сенім. Қалай қалыптастыруға болады? Өзін өзі қабылдау және өзіндік сенім бұл адамның ішкі дүниесінің негізі, оның өмірінде сәттілікке, бақытқа және жалпы үйлесімділікке жетуінің басты шарттары. Өзін өзі қабылдау және сенім адамға өзіне деген құрмет пен сүйіспеншілікті дамытуға көмектеседі. Бұл процестің негізі өзіңнің ішкі әлеміңді түсіну, кемшіліктерді және күшті жақтарды мойындау. Сондай-ақ барлық жағымсыз жағдайлар мен өткен қателіктерді қабылдап, оларды өміріңнің бір бөлігі ретінде көру. Өзіндік сенімді қалыптастыру арқылы адам өміріне деген көзқарасын өзгертеді, жаңа мүмкіндіктерді көреді және сыртқы дүниеден тәуелсіз, ішкі күш-қуатқа ие болады. Бірақ бұл процесс бір сәтте жүзеге аспайды, ол біртіндеп қалыптасатын қасиет. Өзін өзі қабылдау мен сенімділік адам өзін өзі толықтай түсінген кезде ғана қалыптасады. Өзін өзі қабылдау бұл өзіңді өзіңнің жақсы жақтарыңмен және кемшіліктеріңмен бірге түсінумен құрметтеу. Бұл өзіңе деген шынайы сүйіспеншілікті білдіреді. Яғни өзіңнің барлық сезімдеріңді, ойларыңды және әрекеттеріңді түсініп, оларды өзіңнің ішкі әлеміңнің бір бөлігі ретінде қабылдайсың. Өзін өзі қабылдау тек сыртқы көрініс емес, ол адамның ішкі күйін, өмірге деген көзқарасын және өзінің барлық қырларына деген құрметін білдіреді. Адам өзін толық қабылдайтын болса, ол ішкі тыныштыққа қол жеткізеді және ешкімнің пікіріне тәуелді болмай, өмірін өз қалауы бойынша құрады. Өзін өзі қабылдау бұл адамның өзін жақсы көруі, өзіндік құндылығын түсінуі және ішкі үйлесімділікке жету жолындағы алғашқы қадам. Өзін өзі қабылдау кезінде көп адамдар өздерінің кемшіліктерін мойындауға қиналады. Көп жағдайда адамдар өздерінің мінез-құлқындағы немесе сыртқы келбетіндегі жетіспеушіліктерін қабылдамайды және оларды жасыруға тырысады. Алайда өзін өзі қабылдау дегеніміз бұл тек жақсы жақтарды ғана емес, кемшіліктерді де түсіну. Кемшіліктерді қабылдау бұл адамның өсуі мен дамуына жол ашады, өйткені әрбір кемшілік адамды әрі қарай жетілдіруге мүмкіндік береді. Өзіңді өзіңнің барлық жақтарыңмен, жақсы және жаман қасиеттеріңмен бірге түсіну және қабылдау бұл өмірдің барлық салаларында табысқа жетуге көмектесетін маңызды қадам. Өзін өзі қабылдау адамның өзін өзі бағалауын арттырып, оны қоғамда өзін жақсы сезінуіне ықпал етеді. Өзіндік сенімді қалыптастыру бұл адамның ішкі күшін сезінуі және өз әрекеттеріне сенуі. Өзіндік сенім бұл адам өз өмірінде қандай да бір шешімдер қабылдағанда немесе қиындықтарға тап болғанда өзіне сеніп, дұрыс жолды таңдай алатын қасиет. Сенімнің негізі өзіңнің мүмкіндіктеріңді түсіну және өмірде қиындықтарға тап болғанда олардың шешімін табуға қабілетті екендігіңді білу. Өзіндік сенімділік қалыптастыру үшін адам өз күшіне сеніп, жетістіктері мен сәтсіздіктерін объективті түрде бағалай білуі керек. Өзіңе сену бұл әр адамның ең маңызды психологиялық қасиеті, себебі сенімді адам өзінің өміріне жауапкершілікпен қарайды, өз іс-әрекеттерін жақсы біледі және қандай да бір қиын жағдайлар мен сынақтарда дұрыс шешім қабылдай алады. Өзіндік сенімділік қалыптастырудың ең басты жолы бұл өз қабілеттеріңді түсіну және оларға сену. Әр адамда өзіндік күш бар, бірақ көп адамдар өз мүмкіндіктерін бағаламайды немесе оларды байқамайды. Өзіңе сену үшін өзіңнің күшті жақтарыңды тану және оларды тиімді пайдалану керек. Бұл процесс адамның өзіне деген сенімділігін арттырып, болашақта кез келген қиындықтарға дайын болуына мүмкіндік береді. Әр адамның өмірінде оң нәтижелер мен сәттіліктер болады, бірақ оларды көре білу және өз жетістіктерін бағалай білу бұл сенімділік қалыптастырудың басты кілті. Өзіндік сенім мен өзін өзі қабылдауды арттыру үшін ең алдымен өзіңнің ішкі дауысыңды тыңдай білуің керек, яғни өз эмоцияларың мен сезімдеріңе мән беруің қажет. Өз ойларыңды түсініп, өзіңе деген сенімділікті арттыру арқылы сен өміріңде шынайы табыстарға жете аласың. Өзіндік сенімділік пен өзін өзі қабылдауды арттырудың тағы бір жолы бұл мақсат қою және сол мақсаттарға жету жолындағы қадамдарды анықтау. Мақсат қойып, оған жету үшін жоспар жасау бұл сенімділікті арттырудың маңызды әдісі. Әрбір кішігірім жетістік өзін өзі бағалауды және сенімділікті арттырады. Егер адам белгілі бір мақсатқа қол жеткізсе, бұл оның өзін өзі тануға және сенімділік қалыптастыруға көмектеседі. Мақсат қою арқылы адам өз өміріне деген бақылауды сезінеді және қандай да бір қиындықтар туындаған жағдайда ол өзін жоғалтпай. Дұрыс шешімдер қабылдай алады. Әрбір жетістік өзін өзі тануға және өз мүмкіндіктеріне деген сенімділікті арттыруға ықпал етеді. Өзін өзі қабылдау және өзіндік сенім тек сыртқы жағдайларға ғана емес, ішкі сезімдер мен ойларымызға да байланысты.
Өмірдегі тұрақтылықты және сенімділікті сезіну үшін адам өз ішкі дүниесін түсінуі қажет. Өзіңді қабылдау және сенімділік бұл жеке тұлғаның дамуындағы маңызды қадамдар. Себебі олар адамға өмірдің барлық саласында өз орнын табуға және сыртқы қиындықтарға қарамастан өзіне деген сенімділікті сақтауға көмектеседі. Өзін-өзі қабылдау мен сенімділік бір-біріне тығыз байланысты және олар бірін-бірі толықтырады. Өз болмысыңды шынайы түсіну арқылы сен өмірде маңызды шешімдер қабылдауға дайын боласың, өйткені сен өзіңе сенім артып, ішкі күш-қуатыңды сезінесің. Өзіңді жақсы көру және өзіңе сену бұл өмірдің әрбір саласында шынайы бақытқа жетудің негізгі кілттері.